Мә, қыздар, айтуға ұмытып кетіппін ғой. 8 мартқа тек қана торт алған жоқпын. Кстати, мынандай аура не бар емес па? Фильтр, судың фильтрі. Соны қондырып берді, айтпақшы шалым. Ұмытып кетіппін ғой айтуға. Сүйінші. Мә, ауран жігіттер дейтін бәлен күн болды звондап жүргеніне. Айнұр апа, келейікші деп. Мен айтамын, мен тоқ Қырымда, тоқ Қытайда жүрем. В общем, қойшы қолым тимейді, өзім бір күні айтам деп. 7 мартқа пападай етіп, 7 март күні жақсы көрсетіп кете қойыңдаршы деген біздер аяқ астынан қондырып кеткен қалай кетті деп жатырмын ғой. Шалым айтады, жақсы, не похуй, не пера, балдардың денсаулығы үшін, балдардан ештеңе аямаймын. Қондырасың ба кемпір, қондыр деді. Мә, соған дейтін аузымды ашып қалдым. 600 мың теңге, представляете? 600 мың теңгеге осындай аура қондырдық. Шүкір, альхамдулилля деп жатырмын. Енді мына жерде дейтін ана балалар көрсетіп жатыр. Мә, судың дейтін боғы, мусоры ішінде почти канализацияның суын ішіп жүр екенбіз ғой деймін да осы уақытқа дейін. Қақ қой, мә, чайниктің қақтары ойнап қалды. Мына суларды қазір ішіне бір темір ме бірдеңе салады да көрсетеді. Мә, вообще дейтін, мен мой шоке болды ана судың дейтін цветін көріп. Боқ, кәдімгі мусор ішіп жүр екенбіз ғой деп жатырмын да. Вообще күй жоқ. Сонымен шалыма рахмет деп жатырмын. Ойбай, рахмет. Осындай маған туған күн деп құрсын 8 мартта келіп осылай маған подарка жасап жатырғанға деп шалымды дейтін екі жағынан маңдайынан, бетінен, аузынан бәрінен шөпілдеп сүйіп алдым. Содан не керек? В общем дейтін қыздар неге камераға түсіріп тұрсам, мына бала айтады, Айнұр апа, бетімді түсірмей қойшы, пожалуйста дейді. Қой құрсын, сен бетің кімге керек, құрсын, сені түсірмеймін, тек қана мына не жасап жатқан рекламаңды түсірейін, саған походу реклама болады деп осылай түсіріп алдым. Содан не керек? Тадам деп мына жерде 1, 2, 3 деп мына жерде көрсетіп жатырмын. Аура пылесос деп жатырмын. Нені осылай қондырып алды. Короче, қыздар, енді бұйырса мына жерде мә күшті болып таза су денсаулықтың кепілі деп осылай таза су ішетін боламыз. Балдарым айтады, мына жерден тек қана су ішесіңдер. Мына қара гранттан тек қана ыдыс-аяқ посуда жуасыңдар. Тамаққа, суға, чайникке бәрін осы судан, таза судан аласыңдар деп балдарыма үйретіп қойдым. Содан менде не бар ғой, Эвреннің чайнигі бар ғой, соны көптен шығармай жүр едім. Соны шығарып бүгін дейтін, мә, білесіңдер ғой, менде Эврен турецкий набор посуды бар ғой, алдында алған ғой. Соның дейтін чайнигін дейтін осы не аураны қондырғаннан кейін алып пайдаланып жатырмын таза сумен. Қыздар, сендерге де советую, балаларың үшін, отбасыларың үшін ештеңе де жалко емес. Жағдайларыңыз көтерсе осылай таза су ішкенге не жетсін. Ана суды көріп, мен дейтін судың дейтін мусорын көріп, мой в шоке болды, короче, қыздар. Сонымен солай, қыздар, видео ұнаса маған подписка жасап, лайк қойып, астына күшті комментарий жазыңдаршы, пожалуйста. Адамды дейтін жындандыратын комментарий жазыңдаршы.